Мен Мұхаммед Қажысая, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылы Шелек политехникалық колледжінің 3-ші курс студенті. Мен электр жабдықтарына қызмет көрсетуші мамандығында оқимын. Мен колледж өмірінің іс-шараларына қарқынды түрде қатысамын. Қазіргі уақытқа дейін 40-тан астам алғыс хаттар мен дипломдардың иегері болдым. Белсенді түрде халықаралық және республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Осы байқаулардың ішінде маған маңызы зор жүлделерімнің бірі ол 4-ші республикалық дарынды балалар форумында 2020 Қазақстан Республикасының мақтанышы атты медальмен марапатталуым. Бірінші курстан бері жастар комитетінің орынбасары болып келемін. Жастар комитеті сабақтан тыс кураторлар мен топ шеберлерінің іс-шараларына қатысады. Оның ішінде маңызы зор еріктілер командасы болып табылады. Менің еріктілер қатарында болғаныма келетін болсақ, басқаға қуаныш сыйлай білген ең бақытты жан деген екен дей тұру. Мен үшін ерікті волонтер болу дегеніміз риясыз мейірімділік көрсету, жаңа дағдыларға үйреніп, адамдарға жақсылық жасау. 4 қабырға ішіне қамалып, тағдырынан алып отыратын мүмкіндігі шектеулі жандардың қызықты да әсерлі істер мен оқиғалардың ортасында болу үшін көмектесу. Тағдырдың тезімен қиын жағдайда тап болған адамның жанынан табылу, қолынан келгенше сүйеу бола білу деген сөз деп түсінемін. Ендігі мақсатым келешекте жоғарғы оқу орнына түсіп, университет ішіндегі қоғамдық және әлеуметтік іс-шараларына да қатысып өзімді көрсеткім келеді.